Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай етті бәлішті жасаймыз. Мен өзім нұсқамды ұсынатын боламын. Тез жасалу жолын. Бұл бәліш өте дәмді, өте керемет болып шығады. Және бұл бәліштің ішіндегі қоспаларын өз ойыммен басқаша қосуды жөн көрдім. Ол үшін біз майды ерітіп алмай, осындай жұмсақ майға ұнды осылай салып, жақсылап екеуін бірге араластырамыз. Осыдан осындай міне крошкалар жасап аласыздар. Өстіп жақсылап тұрып үгітіп алғаннан кейін жұмыртқамызды және қаймақ қосамыз. Қаймақтың орнына кефир қоссаңыздар да болады, бірақ желательно қаймақпен жасағандарыңыз дұрыс. Бұл бізде қопсытқыш. Дәміне қарай тұз себесіздер. Содан кейін осы массаны жақсылап иілеп барлығын біріктіретін боламыз. Бізде өте жұмсақ, нәзік қамыр шығу керек. Айтпақшы достар, арнама тіркеліп, комментарийға өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Сіздердің начинкасына, яғни салмасына не қосасыздар, соны бөлісе кетіңіздер. Ал мен начинкасына етті, фаршты қосам, және ең соңында бетіне сыр қосатын боламын. Көк жуамен бірге өте керемет дәмді болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Осыны екі бөлікке бөліп, фаршты, яғни салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш, жуа және картоп керек. Аз ғана картоп салсаңыздар, өте дәмді болады. Соған қара бұрыш және дәміне қарай тұз қосасыздар. Содан кейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар да болады. Мінекей мен осы укроппен көк жуанды қосатын боламын. Өте дәмді болады. Осы мен нұсқаммен осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Мінекей біздің фаршымыз да дайын, сырымыз да дайын. Енді осыны дайын болған қамырымызды жаңа 5-10 минутқа морозилькке салып қою керек болған, айтқандай. Морозиліктен шықты. Енді осы қамырымызды өстіп жақсылап жайып аламыз. Қолмен жайсаңыздар да болады, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Маған қолмен жайған ыңғайлы. Өстіп бірінші астыңғы бөлігін жасап аламыз. Содан кейін екінші қамырын тоже осылай жасап дайындап аламыз. Мінекей енді салмасын саламыз. Салмасын дәл мен сияқты жасап көріңіздер, сіздерге қатты ұнайды деп ойлаймын. Іші начинкасы полный, өте дәмді болды. Мен арасында орысша қосып кете берем, әдет болып кетіпті. Ренжімеңіздер, егер тек қазақша көрермендерім көріп отқан болса. Мінекей осылай сырдың жарты бөлігін өстіп себемін. Содан кейін көк жуамызды себетін боламын укроппен. Өте керемет дәмді болып шығатын осы етті бәлішті міндетті түрде мен нұсқамда жасап көріңіздер. Укропты сеуіп аламыз, көк жуасын да сеуіп аламыз. Содан кейін үстіне қалған сырды теркадан өткізетін боламыз. Ішіндегі начинкасы да өте дәмді, сыртындағы қамыры да өте жұмсақ, өте үгітілмелі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осы дайын болған салмамыздың үстіне екінші қамырды жайып, өстіп, шетін жауып әсемдеп шығамыз. Мен осылай жаймен ғана өріп жасай салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша бетіне әдемі өрнектер сызсаңыздар болады. Вилканың сыртымен. Және өз қалауларыңызша орап дегендей әсемдеуге болады. Осылай міндетті түрде ортасын тесіп қоямыз. Қамырымыз көтеріліп кетпес үшін және арасына да ыстық кіріп, етіміз және сырымызбен дәмді болып пісіп шығуы үшін. Бетіне күнжіт септім. Мінекей біздің етті бәлішіміз дайын, өте нәзік, өте жұмсақ, керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қараңыздар. Қандай керемет. Ішіндегі сырды енді айтып жеткізе алмаймын. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім Ас-Софи. Міндетті түрде осы мен нұсқамен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.
астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгерім Ас-Софи.